Джан Серхатты Джиханмен келеді деп ойламады. Серхат келе сала ресепшнге тап бере бастайды. Джихан сол кезде тынышталыңдар, алдымен полицияға хабарласайық дейді. Джан Джиханның телефонын лақтырып жіберіп, сен айт бәрін дейді. Серхаттың сыртынан әрекет жасағаныңды, туған бауырыңды сатып кеткеніңді айт дейді. Серхат, аға, не айтып тұрсың дейді. Джихан, тоқта, Берақтың қаншама жыл құпиясын сақтаған сен маған айтып тұрсың ба дейді. Джан ашуланып, тағы да Беракты айтып тұр. Джихан, сен оны босқа жасырмадың. Мүмкін шынымен Кадырдың әкесі сен шығарсың дегенде, Джан ашуланып, Джиханды жұдырықпен ұрады. Серхат екеуін арашалайды. Джан Джиханға, сен қашқындарды қонақ үйге кіргізген, маған бәрін айтты, ағаңды қанша ақшаға саттың дейді. Джихан, өзіңнің кінәларыңа мені тықпа дейді. Джан, сен баяғыдан осындай едің, сатқын едің дейді. Серхат, болды, тоқтатыңдар дейді. Ресепшн жігітке, қашқындарды қонақ үйге кіргізуге кім саған бұйрық берді дейді. Джихан айтып қояма деп қорқып тұрады. Сол сәтте мотоциклмен әлдекімдер келіп, оқ атқылай бастайды. Джихан Серхатқа, Серхат, абайла деп Серхаттың алдына тұрады. Оқ Джиханға тиеді. Джан мотоциклдағылардың артынан қуады, бірақ ұстай алмай қалады. Осы кезде орайын тауып, ресепшн жігіт те қашып кетеді. Джихан, өлген жерім осы шығар деп ойлап Серхатқа, аға, мен саған бірдеңе айтуым керек дейді. Мен сен ойлағандай адам емеспін. Кадырдың әкесі деген кезде Джихан есін жоғалтады. Джан жедел жәрдемді шақырып қойған еді. Сол сәтте жедел жәрдемде келіп қалады. Кадыр анасына берген уәдесінде тұра алмағанына өкініп отырады. Анам енді мені жеп көріп кететін болды дейді. Хаял мен Илким Кадырдың келгеніне қуанып қалады. Эркан мен Түлайдың үйі өртеніп, жиһаздары мен техникалары жарамсыз болып қалады. Берак Түлайға хабарласады. Мен сендерге айттым ғой, қызға дұрыстап қараңдар деп. Үйдің жанында қоқыс жәшігінде Кадыр берген алқа бар, соны тауып алып кел дейді. Түлай, жарайды, ертең алқаны алып барғанда Кадырды алып кетемін дейді. Берак, жоқ, болды, оны Зейнеп енді бере қоймас дейді. Қоқысты аударып іздесең де, әлгі Кадыр берген алқаны тауып әкелесің дейді Берак Түлайға. Джан ауруханада болған жағдайды полицияға айтып түсініктеме береді. Дәрігер Жанға Джиханның жағдайы ауыр, қан көп жоғалтқан, шұғыл ота жасаймыз дейді. Берак мектептен Зейнепке Хаял жайлы хабарласқанын естіп қояды. Серхат Джиханның жағдайын айтуға анасымен Азраға келеді. Сол сәтте Зейнеп Серхатты көріп қояды да, келіп, Серхат бей, бүгін не болғанын білсеңіз ғой, Кадыр жалын оттың ортасында қалды дейді. Серхат, Кадырдың жағдайы жақсы ма енді дейді. Зейнеп, иә, жарайды, келгендеріңе қуаныштымын дейді. Серхат анасына келіп, ана, Джиханға оқ тиді, мені құтқарам деп алдыма тұрды дейді. Анасы, Серхат, не деп тұрсың, қалай болды дейді. Серхат анасы мен Азраны ауруханаға алып кетеді. Жолда Берак та мен де ауруханаға барамын деп ілесіп кетеді. Мотоциклмен оқ атқандар Тибеттің адамдары екен. Тибет, мен сендерге Серхатты атып, әлгі администраторды алып келіңдер демеп едім. Әлгі администраторды тауып әкеліңдер, полиция таппай тұрғанда дейді. Джихан өлім мен өмірдің ортасында арпалысып жатады. Джиханның отбасы Джиханды аман қалсыншы деп тілесе, әбден қорлық көрген Азра оны өліп қалсыншы деп тілейді. Ауруханада Джан Серхатқа, әлгі мотоциклдегі адамдар біздің ол жерде екенімізді қалай білген? Администратордың телефоны менде болды. Серхат айтады, не демексің сомен? Джихан айтты демеппісің? Неге сен оны кінәлайсың? Ол мен үшін оққа ұшты, өлімен арпалысып жатыр, ал сен әлі де одан күдіктенесің дейді. Джан, басқа ойыма ештеңе келер емес дейді. Анасы естіп, нені Джиханнан көріп жатсыңдар дейді. Сен бауырыңды кінәлап тұрсың ба? Оған бірдеңе болса сені кешірмеймін деп Джанға шапалақ береді анасы. Сол сәтте дәрігер шығып, ота кезінде көп қан жоғалттық, жүрегі тоқтап қалды, бірақ дер кезінде қайтарып алдық. Қанын да тоқтаттық. Қазір шүкір реанимацияда дейді. Джиханның отбасы қуанады, бірақ Азра қуана алмайды. Зейнеп анасына хабарласады. Серхаттың ағасы Джиханға оқ атылды дейді. Анасы, Зейнеп, саған зияны тиіп кете ме деп қорқам. Кадырды анасына тапсырда үйге қайтшы дейді. Зейнеп, ол анасы Хаял мен Илкимге қарағандай Кадырге қарамайды дейді. Джихан оянғанда отбасы жанында болып қуанады. Джихан екі бауырымен оңашада қалады. Джанға, неге сен мені Серхатты жақсы көргенде жақсы көрмейсің? Неге? Не істедім мен дейді.
Серхат сені Кадердің әкесі деп күдіктенгенде мен сені қорғап, жоқ, ол біздің бауырымыз, ол емес деп шыр-пыр болып едім. Ал Серхат, саған тиетін оқ маған тисін деп алдыңа тұрдым. Мен сендерді жақсы көрем, неге сендер мені жақсы көрмейсіңдер дейді. Джан айтады, әлгі адам сенімен жұмыс жасадық деген соң солай ойладым дейді. Серхат, Джихан, сен жедел жәрдем келерде Кадердің әкесі деп айтайын деп едің ғой, соны айт дейді. Джихан, қазір емес, өзіме келіп алайын, айтамын дейді. Мұстафа Азраға хабарласып, Зейнептен естідік, күйеуіңе оқ атыпты ғой дейді. Азра, иә, өкінішке орай аман қалды. Мен жаман адамым ба білмеймін, оған өлім тілеп едім дейді. Мұстафа, жоқ, олай айтпа, өмір бумеранг. Азра, жарайды, хабарласқаныңа рахмет, Джихан біліп қоймасын дейді. Мұстафа, Азра, мен сені үнемі ойлаймын, ойымнан кетпейсің дейді. Эбру жұмысына келгенде Джиханға оқ атылғанын естиді де, Джиханның жағдайын білейін деп жұмысынан сұранып кетеді. Серхат үйіне келеді. Зейнеп Серхатқа, неге сені атпақ болды дейді. Серхат, бұл қонақ үйге қатысты, маңызды емес дейді. Қыздар келіп, әке, бізді мектепке алып кетуге келдің бе? Серхат, жоқ, енді мен де үйде тұрамын дейді. Қыздар қуанып қалады. Анам қайда дейді. Серхат, анаң апаңның қасында. Джихан ағаларың кеше ауруханада болды дейді. Тибет Джиханға хабарласады. Джихан, маған сенің адамдарың оқ атты, олар Серхатты атпақ болған. Тибет, сол дұрыс еді ғой, неге сен алдына тұрдың дейді. Джихан сонда, тоқта, сонда бұл байқаусызда болған жоқ па? Сен сонда Серхатты шынымен өлтірмек болдың ба? Тибет айтады, екеумізге де сол дұрыс еді, өйткені Серхат шындыққа жақындап келеді. Джихан, қандай шындық? Өзім-ақ мойындап айтар едім, бірақ ағамды өлтіруге жол бермеспін. Ол менің ағам ғой деп Джихан Тибетке ашуланады. Эбру Джиханның жағдайын сұрап келеді. Джихан таңғалып, сені келеді деп күтпедім. Әйелім біліп қоймасын, келгеніңді қызғанып жүрер, кеше кездескенімізді біліп қойыпты дейді. Эбру, кім көріп кім айтты екен дейді. Джиханға иіс су әкеліп береді. Эбру, жарайды, мен онда кетейін, әпкем естісе мені кешірмес дейді. Ал Азра сыртта барлығын естіп тұрған еді. Азра ештеңе көрмегенде, ештеңе естімегендей болып бөлмеге кіріп, Джиханға, мен үйге қайтайын дейді. Джихан, әрине, бірақ мына көйлек саған жараспайды, түнертіп тұр, ашық жарқын түсте киін дейді. Джихан Азраға, сен шынымен менің аман қалғаныма қуандың ба дейді. Азра қорыққаннан, иә, әрине. Джихан айтады, мен өлсем, аудио жазбаны кеңседегі сейфке сақтап қойғам, полицияға өтеді. Мен өлген күнде де сенің бақытты болғаныңды, өзге еркекпен көңіл қосқаныңды қаламаймын деп Азраны тағы да қорқытады.